Дүние жүзінде табиғаты ерекше мекендер өте көп, бірақ балалар мен ересектердің алып қолтырауындардан небәрі бірнеше метр жерде. Ешқандай қоршаусыз немесе қорғаныссыз кішігірім өзендерге шомылатын. Табиғатпен байланысы соншалықты тығыз ел бар деп ешқашан елестетпеген боларсыз. Жер шежіресі атты каналымызда жаңа видеомызда біз планетадағы ең жабайы, бірақ сонымен бірге ең тартымды елдердің бірі Коста-Рикамен жақынырақ танысамыз. Коста-Рика 100-ден астам жанартауы бар шағын мемлекет. Мұнда бүкіл әлем бойынша танысу мен махаббат табу ең оңай орындардың бірі деп саналатын таңқаларлық шындықтар бар. Бұл жердің бірегей ерекшеліктеріне тоқталсақ, ол планетадағы әр шаршы метрге шаққандағы биоәртүрлілігі ең жоғары аумақ. Мұнда армия, күз және көктем мезгілдері жоқ. Сондай-ақ, мұнда елес кемелер көрінетіні туралы қауесеттер тараған және Юра дәуірінің саябағы фильміндегі жоғалған арал ретінде танымал жұмбақ арал бар. Назар аударыңыз және бұл видеоны жіберіп алмаңыз, өйткені мұндағының бәрі сізді таңғалдыратынына кепілдік береміз. Біз бастаймыз. Коста-Рика. Ресми түрде Коста-Рика Республикасы. Орталық Америкада орналасқан, солтүстігінде Никарагуамен, ал оңтүстік шығысында Панамамен шектеседі. Көлемі шамамен 51.000 шаршы шақырымды құрайтын. Еуропадағы Швейцариядан да кіші бұл ел өзінің ерекше биоәртүрлілігімен және қоршаған ортаның тұрақтылығына деген адалдығымен танымал. Жақында егжей-тегжейлі білетін басқа мәліметтердің қатарында Коста-Рика тұтынатын энергияның 99% жаңартылатын көздерден алынады, аумағының 25% қорғалады. Жер бетінің тек 0,3% ғана иеленсе де, осы шағын кеңістікте белгілі жануарлар мен өсімдіктер түрлерінің шамамен 5% тіршілік етеді. Бұл жағдай тикалар мен тикалардың Коста-Рикада туған адамдарды осылай атайды жануарлармен бірге өмір сүруінің ерекше және көпшілік үшін сенгісіз тәсіліне тікелей байланысты. Коста-Рика атауы испан тілінен аударғанда бай жағалау дегенді білдіреді, және бұл кішкентай елдің шындығын дәл көрсетеді. Коста-Риканың екі жағалауы бар. Олар керемет жағажайларды, қалың тропикалық ормандарды және 100-ден астам жанартауды кейбіреулері белсенді ұсынады. Сонымен қатар, ол флора мен фаунаның таңқаларлық әрі бірегей биоәртүрлілігіне, сондай-ақ бағалы табиғи ресурстарға ие. Тарихи тұрғыдан алғанда, Коста-Рика Латын Америкасындағы саяси тұрақтылықтың үлгісі болды. Колумбқа дейінгі кезеңнен, яғни мұнда Борука және Брибри сияқты байырғы халықтар мекендеген кезден бастап, 16 ғасырда испан отарлаушылары келгенге дейін Коста-Рика әртүрлі мәдени эволюцияны бастан кешірді. Бүгінгі таңда ел бұл әртүрлілікті лимон карнавалы немесе Борукадағы маскалар фестивалі сияқты жарқын мерекелер арқылы атап өтеді. Олар бай мәдени мұра мен жергілікті қолөнерді паш етеді. Коста-Рика тарихындағы көне мен қазіргі заманның ұштасуының жақсы мысалы жыл сайынғы шайтан ойыны немесе отты шарлар фестивалі. Мұнда Боруканың байырғы қауымдастығы үндістер мен испан конкистадорлар арасындағы тарихи шайқасты бейнелеу үшін күрделі маскалар мен костюмдерді пайдаланады. Осы мерекелер кезінде олар жанармайға малынған матадан жасалған отты шарларды лақтырады. Көлемі кіші болғанымен, оның тарихы бейбіт өткен шақпен және 1948 жылдан бастап армияны жоюмен ерекшеленеді. Бұл білім беру мен әлеуметтік дамуға басымдық беруге мүмкіндік берді. Сондықтан Коста-Рика, Андорра, Исландия, Маврикий немесе Монако сияқты елдермен бірге бүкіл әлемде армиясы жоқ санаулы елдердің бірі. Армия азаматтық соғыстан кейін таратылды. Сол кездегі президент, мен сарбаздар армиясын қаламаймын, оның орнына мұғалімдер армиясын қалаймын деп мәлімдеді. Содан бері Коста-Рикада тұрақты қарулы ұйым жоқ. Оның орнына сауаттылық деңгейі әлемдегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі болып табылады, және 98%-ға жетеді. Бұл, әсіресе, елдің ауылдық жерлерінің кеңдігін ескергенде және көршілермен салыстырғанда айтарлықтай жетістік. Көптеген адамдарды таңғалдыратын тағы бір жайт, костарикалықтардың тико деген лақап атының себебі. Бұл тарих өте көне заманнан басталады, және қазір сіз білетін қарақшылар туралы аңызбен байланысты. 1856 және 1857 жылдары Коста-Рика жағалауларына шабуыл жасағысы келген қарақшылар әскерінің қауіпіне тап болды. Осы қауіпке жауап ретінде Коста-Рика көрші елдердің сарбаздарынан көмек алды. Осы уақыт ішінде шетелдіктер костарикалықтардың немесе Буэника сияқты кішірейту жұрнақтарын жиі қолданатынын байқады.
Сондай-ақ, олар костарикалықтардың өз отандастарын бауырларым деп еркелетіп атайтынын көрді. Уақыт өте келе бұл терминдер танымал болып, ел тұрғындары тикалар және тикалар деген атпен белгілі болды. Бұл осы тамаша елдің мәдениеті мен тарихының ерекше бөлігіне айналды. 5 миллионнан асатын халқы қонақжайлылығымен және байырғы дәстүрлерге, метистікке, будандыққа және испандық ықпалға негізделген мәдени бірегейлігімен ерекшеленеді. Тикалар үшін де, туристер мен қонақтар үшін де қызықты мәлімет, бұл ел планетадағы ең бақытты елдердің бірі болып саналады. Коста-Рика өзінің ең танымал таза өмір ұранына сай келеді. Өйткені бұның 2024 жылғы дүниежүзілік бақыт есебінде бұл ел бүкіл әлем бойынша 12-ші орында, ал Латын Америкасында 1-ші орында тұр. Жер шежіресі зерттеуінен кейін, біз бұл бақыттың үлкен бөлігі осы елдің ғажайып табиғатына, сондай-ақ жақында егжей-тегжейлі тоқталатын мәліметке танысуда табысқа жету ең оңай елдердің бірі екеніне байланысты деп есептейміз. Бірақ оған дейін Пура Вида ұранының мәнін және осы әдемі елді бірегей ететін басқа да шындықтарды түсінген жөн. Коста-Рика Пура Вида ұранын тикалардың өмір салты мен көңіл күйін көрсететін тіркес ретінде қабылдады. Бұл терминнің нақты құжатталған шығу тарихы жоқ, бірақ ол ұлттық бірегейліктің символына және елге тән позитивті көзқарас пен еркін өмір салтының көрінісіне айналды. Сондықтан, Коста-Рикада Пура Вида әдетте бейресми сәлемдесу, жағдай сұрасқандағы жағымды жауап немесе жай ғана қанағаттану мен бақ-берекені білдіру тәсілі ретінде қолданылады. Егер сіз осы елге саяхаттасаңыз, кез келген тика сізбен осы ұранды қолданып амандасатыны қалыпты жағдай. Сонымен қатар, бұл ұран елдің туристік жарнамасына еніп, қоршаған ортаның тұрақтылығына, бейбітшілік пен қауіпсіздікке, сондай-ақ тұрғындардың өмір сүру сапасына бағытталған назарды ерекше көрсетеді. Экологиялық тұрақтылық пен табиғаттан бастасақ, бұл шындықтар ұлттық бірегейліктің екі негізгі құрамдас бөлігі екенін айту орынды. Ел аумағының 25%-дан астамы қорғалады, яғни ел бетінің 1/4 ұлттық саябақтар болып саналады, және ықтимал жойылудан толық қорғалған. Корковадо ұлттық саябағы және Ареналь жанартауы ұлттық саябағы сияқты ұлттық саябақтар мен табиғи қорықтардың әсерлі желісімен ел экотуристік шытырман оқиғалар мен жабайы табиғатты бақылауды қалайтын бүкіл әлемнен келушілерді тартады. Бұл ел әлемдегі сейсмикалық және жанартаулық белсенділігі ең жоғары аймақтардың бірі, Тынық мұхиты отты шеңберінде орналасқан. Бұл Коста-Рикада 112 жанартаудың болуына себепші, олардың 5-еуі қазіргі уақытта белсенді. Бұл белсенді жанартаулар өте керемет. Солардың бірі қайнап жатқан Қышқыл көлімен танымал Пуаш жанартауы, ал Ерасу жанартауы өзінің таңғажайып көк жасыл көлімен ерекшеленеді. Торреальба және Ринкон де Ла Вьеха сияқты басқалары Коста-Рикадағы әсерлі және бірегей ландшафтарды ұсынады. Бірақ бұл белсенді жанартаулардың ішінде біреуі бәрінен де жоғары тұр, Ареналь жанартауы. Бұл бүкіл Коста-Рикадағы ең танымал және Латын Америкасындағы ең әдемі жанартаулардың бірі. Ареналь жанартауын бірегей ететін нәрсе оның мінсіз симметриялы конусы және тұрақты жанартаулық белсенділігі. Оның үстіне, оның қалың тропикалық ормандардың ортасында орналасуы және әйгілі Ареналь көліне жақындығы оны танымал туристік орынға және елдегі теңдессіз табиғи ғажайыпқа айналдырады. Мұндай тамаша табиғи жағдайлар Коста-Рикада пайдаланылатын энергияның 99%-ның осы елдің өз ішінен алынуына әкеледі. Бұл өндірілетін және тұтынылатын энергияның басым бөлігі гидроэлектростанциялардан, сондай-ақ геотермалдық немесе жел энергиясы сияқты басқа көздерден алынады. Энергияның 1%-дан азы ғана отыннан алынады. Бұл олардың тұрақтылық бойынша әлемдегі көптеген елдерден алда екенін білдіреді. Энергияға қатысты өте қызықты мәлімет. Оның астанасы Сан-Хосе 1884 жылы Нью-Йорк пен Парижден кейін электр жарығы орнатылған Латын Америкасындағы бірінші және әлемдегі үшінші қала болды. 80-ші жылдары бұл жасыл жауһардың көптеген жерлері ормандардың кесілуінен зардап шеккен еді. Бірақ елдің экологиялық саясатындағы өзгерістердің арқасында орман жамылғысын қалпына келтіру мүмкін болды. Қазіргі уақытта елдің жартысы ормандармен жабылған және аумағының 1/4 қорғалады. Сондықтан, Коста-Рика бірегей табиғатты зерттеуге және көптеген ұлттық саябақтар мен биологиялық қорықтарды аралауға болатын шытырман оқиғалы саяхат үшін тамаша орын.
Бұл оңшындық осы таңғажайып елдің басты ерекшелігі биоәртүрлілікті сақтаумен тығыз байланысты. Өзіңіз білетіндей, салыстырмалы түрде кішігірім көлеміне қарамастан, Коста-Рика әлемдік биоәртүрліліктің шамамен 5%-ін иеленеді. Бұл өте әсерлі және оны планетадағы аудан бірлігіне шаққандағы биоәртүрлілігі ең бай елдердің біріне айналдырады. Коста-Рика көптеген елдерден өзінің екі негізгі халықаралық әуежай арқылы қолжетімді. Сан-Хоседегі Хуан Санта-Мария және Либериядағы Даниэль Одуберкирос. Көптеген авиакомпаниялар ақш, Канада, Еуропа және Латын Америкасының ірі қалаларынан тікелей рейстер ұсынады. Елге келгеннен кейін ішкі рейстермен, автобустармен немесе көлік жалдау арқылы оңай қозғалуға болады. Коста-Рикаға кіру үшін көптеген елдердің, соның ішінде ақш, Канада, Еуропалық одақ және Латын Америкасы елдерінің азаматтарына 90 күнге дейінгі мерзімге виза қажет емес. Коста-Рика орталық Америкадағы ең қауіпсіз елдердің бірі болып саналса да, кез келген туристік бағыттағыдай, қауіпсіздіктің негізгі шараларын сақтау маңызды. Бағалы заттарды көрсетпеу, түнде бейтаныс жерлерде жалғыз жүрмеу және банкоматтарды қауіпсіз жерлерде пайдалану. Коста-Рика орталық Америкадағы ең қымбат елдердің бірі болып саналса да, мұқият жоспарлау арқылы көп ақша жұмсамай, ақ саяхаттауға болады. Мысалы, жергілікті дәмханадағы кофе $1-3 дейін, ал ұлттық сыра $2-4 тұрады. Қонақ үйдегі бір түннің құны да айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Арзан қонақ үй түніне $30-50, ал люкс қонақ үй $150-300 болуы мүмкін. Жер шежіресі ұжымы Коста-Рика бойынша бұл саяхат біз үшін қандай қызықты болса, сіз үшін де сондай болды деп үміттенеді. Видео ұнаса және әлі жазылмаған болсаңыз, қоңыраушаны басып жазылыңыз. Планетаның басқа да қызықты бұрыштарымен танысу үшін келесі видеоларды жіберіп алмаңыз.